Бүгін шығыстың төрінде шынымен бізде үлкен той. Кеше маған кіріп келгенде мен айтам, аға мынау 80 емес, сіз 50-60 деген жас сізге жарасымды. Қазір түріңізге қараса. Біз енді бұрын 80 деген білесіздер ғой, енді ағаларымыз еңкейіп жүріп әзер жүретін. Бүгінгі ағамызға қарап отырып, тәуба дейміз, шүкір дейміз. Сондықтан аға, мерейтойыңыз құтты болсын. Жұмағамыз біз үшін қай кезде де алдымыздағы жұлдызымыз жарқырап тұрған, жолымызды сілтеп тұратын, дұрысын оңын оң деп, солын сол деп көрсетіп тұратын үлкен ағамыз. Сол ағаларымыз, мысалы осы жерде отырған Айтан ағамыз бар, Уәкең ағамыз бар, қасымызда әлі бірге жүрген Серік ағамыз бар. Осының барлығы мысалы осы ағалардың бізге осы уақытқа дейін сілтеп тұрған, көрсетіп тұрған жолдың арқасы, бүгін күнде соның арқасы шығар деп ойлаймын. Сондықтан ең әуел ағалар, сіздерге көп рахмет. Жұмаға алдымызда жүре беріңіз, бірге болайық өйстіп, тойдан тойға жете берейік. Жеңешем екеуіңіз осылай аман есен жүріп, Елуз Оспекші айтпақшы, 50 мен 60-тан ары қарай аспайтын жүзіңізбен бізді қуанта беріңіздер. Лайым солай болсын. Енді қазақ баспасөзінің ардагері, қазақ баспасөзінің қайраткері Жұмәділ Әділбай туралы көп айтуға болады. Жұмәділ Әділбайұлы енді мен айтар едім, бұл осы қазақ баспасөзінің белгілі ұйымдастырушысы деп. Осы ол кісі енді міне 80 жасқа толып отыр. Осы бұрынғы коммунизм тобы Дидар газетін 20 жылдан астам уақыт басқарды. Облыстың идеологиясын басқарды. Осының барлығында ол кісінің басты назарында осы ұлттық мүдде тұрды. Сондықтан енді сол кісіні мен бірге 30 жылдан астам уақыт қызмет атқардық. Өте талапшыл, өте әділ, өте мейірімді. Қоласында қызметкерлерінің әрбір журналистің қарым қабілетін дөп басатын, соған орай тапсырма беретін, соған орай еңбегін бағалай білетін редактор болды. Сондықтан енді Жүкең туралы айта берсек көп. Мәселен осы тәуелсіздікке дейін коммунизм тобы одақ көлемінде алдың қатарда болды. Одан кейін Дидар газеті болды. Ол кезде де өзінің тәуелсіздік торын бекемдеуге ерекше атсалысты. Қазақстан президентінің грантын жеңіп алдық. Қазақстан журналистер ұйымының алтын белгісін жеңіп алдық. Міне осының барлығы осы Жүкеңнің еңбегінің арқасы деп ойлаймын. Естідіңіздер ғой, мен қандай жақсы адам екенімді. Бүгінгі дейін дәл осындай жақсы адам екенімді, осындай қол адам екенімді шынында да білген жоқпын. Сендерге көп рахмет, жылы сөздеріңе. Оның барлығы мен ойлаймын, ертеңге беріп жатқан аванс шығады. Мына кісі 90-ға келсін, 91-ге келсін деп. Мынау бүгінгі кешімізге, бұл ұйымдастырушыларға, жаңағы бауырымызға, мынау Арсен бауырымызға мыңдап рахмет. Сендерге табыс тілейміз. Алла тағала жолдарың ашық болсын. Көрермендерің, тыңдармандарың, оқырмандарың көбейе берсін. Сендердің енді өзі мынау дүние тұрышы болсын.